Баршаларыңызға бүгін біз балық қуыратын боламыз. Дәмді етіп, және қалай дәмді қыламыз, қалай жасалу керек жолдарын сіздерге барынша жақсылап түсіндіретін боламын. Егер видеом пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыз және лүпіңізді аямаңыз. Ал бастаймыз. Алдымен осындай бір үлкен бір сазан балығымызды аламыз. Осыны өзімізге қуыруға ыңғайлы етіп бөлшектеп аламыз. Мына осылай балықтарымызды тіліктеп аламыз. Мына арасы пісу үшін. Енді осыларымызды тұздаймыз. Балығымызды. Осындай паприка деген дәмдеуішті себеміз. Қара бұршымызды себеміз. Қара бұршым. Балыққа арналған арнайы дәмдеуіш. Көп сеппейміз, кішкене ғана. Осылардың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мына осылай. Қазанымызға майымызды құйып, астын жағып қойдық. Қызғанын күтеміз. Мына біз балығымызды осы бағанағы балықтың үстіне 2 жұмыртқаны жарып араластырдым, барлығын әбден жұмыртқаны балыққа сіңдірдім. Енді осыны ұнға осылай аунатып аламыз.
осындай болып дайындығы балығымыз жатыр. Шамал бастырылатын. Балығымыз дайын болды. Міне, өте дәмі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыз.